Қазір қоғамда әйел адамды сыйламайтын еркектер, ер азаматтар өте көп та. Ұлдарды жалпы әйел адамды қалай сыйлау керек, қалай құрметтеу керек, сөйтіп соны үйретіп тәрбиелеу керек та, оның көңіліне қалай қарау керек деген сияқты. Барлығын орнымен ұл балаларға дұрыстап тәрбие беру керек та. Қыз байқұс төркініне барған кезде жәудеңдеп жеңгелерінің көз қас қабағына қарап жүреді. Жеңген қандай болса, сен жарқырап төркініңе барып келе аласың да. Өйткені сен танымайтын әулетке кеткенсің. Ол жақта да онсыз да сенің көңілің жарым болып жүреді. Кім қалай сөйлеп қояды екен, кімге мен қалай сөйлеп қояды екенмін деп қыз бала сөйтіп жүреді. Сол сәттерде күйеуінен қолдау көрмесе, ол вообще депрессияға